Қайырлы күн, қайырлы кеш, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен AutoCAD бағдарламасымен танысатын боламыз. Және де жалпы AutoCAD бағдарламасының интерфейсімен танысамыз. Және бізге ең басты керек настройкаларын келтіріп, біздің бағдарламамызды жұмыс жасауға дайындаймыз. Бізде мына AutoCAD бағдарламасы ашылды. Сіздерде егерде ешқандай чертеж, ешқандай жобалар болмаса, сіздерде мына жақтың барлығында пустой пространство болады, яғни бос кеңістік. Ал менде мына жақта бірнеше жобалар жасағандықтан жобалар ашық тұр. Ең алғаш рет AutoCAD-ты ашқан кезде сізде осындай көрініс болуы мүмкін. Және сіз жаңадан өзіңізге чертеж создавать ету үшін сіз мына жақта создать дегенді басасыз. Немесе мына чертеж деген чертеждің жанында тұрған плюсикті бассаңыз болады. Сол кезде сізде жаңадан чертеж шыға қояды екен. Менде қазіргі таңда AutoCAD-тың барлығы настроенный болғандықтан және сіздерге көрсетейін. Сіздерде жалпы AutoCAD бағдарламасында барлығы басқаша болуы мүмкін. Яғни сіздерде осындай болуы мүмкін. Интерфейстарыңыз қара түсте болуы мүмкін. Негізі қара түсте жұмыс жасаған өте ыңғайсыз менің тарапымнан. Неге? Себебі біз кез келген жобаны ақ түсті параққа шығаратындықтан біз жалпы сызбаларымыздың түстік шешімімен, линияларымыздың жаңағы түстерімен, жалпы сызбаларымызды ақ түсте қалай көрінетініне байланысты сызуымыз керек. Және де біз қазір қара түсті фонда сызатын болса, біздің әрбір сызған сызығымыз ақ түсте болады. Және біз ориентировочно примерно ақ парақта қалай көрінетінін бізге беймәлім болып тұрады. Сол себептен настройкасын өзімізге қолайлы етіп түзеп алайық. Маған жаңағы ыңғайсыз болғандықтан қара фонда жұмыс жасалған. Мен интерфейстің фонында жалпы осы рабочий пространствоны да ақ түске өзгертемін. Ол үшін мен AutoCAD бағдарламасының логотипіне бір рет басамын. Астында тұрған параметрі деген жерге кіремін. Мына жақта бізде бірнеше вкладкалар ашылады. Файлы, экран, открытие, печать, система. Әртүрлі настройкаларын жасауға арналған вкладкалар. Бізге ең маңызды қазір керегі экран. Экранда цветовая тема дегенде біз светлая дейміз. Применить десеңіз, автоматты түрде ақ түске өзгереді. Енді біз арттағы рабочий пространствоны түсін өзгертейік. Цвета деген жерге басамыз да, однородный фон дегенде черныйды белыйға өзгертеміз. Принять дейміз. Және применить дейміз. Бізде фонымыз өзгерді, автоматты түрде. Енді қараңыз, бізде перекрестие деген бар, яғни біздің мышкамыздың крестигі. Біз оны үлкен етіп өзгертсек болады, кішірейтсек болады размерін. Және де мышкамыздың курсорының түсінде өзгертсек болады. Мысалы, менде қазір қара болып тұр, мен қызыл түске өзгертейін. Принять. Және курсорымды мысалы 30 немесе 20 етіп жасайын. Применить деп басамын. Окей. Яғни менің курсорымның түсі, яғни курсорымның габариті өзгерді. Қарасаңыздар, қызыл түсте крестигім үлкен болып тұр. Мен бұның крестигінің үлкендігін кішірейте аламын. Мысалы 9 деп бере аламын. Применить, окей десем, кіші болып қалады. Яғни біз өзімізге керек настройканы жасап алдық. Артындағы фонды өзгерттік ақ түске. Енді қараңыз, астыңғы жақта да бізде интерфейс бар. Бұл жақта бізде, егер байқасаңыз, фонда клетка тұр. Бұл клетка бізге керек емес. Жалпы бұны өшіріп тастау үшін астыңғы жағында модель деген жанда клеткамыздың үстінен бір рет басамыз. Бір рет бассақ қосылады, тағы бір рет бассақ өшіреді.
астында бірнеше интерфейстер бар. Енді қарап отырсаңыз, мына жақта орто бар. Орто дегеніміз 90 градуста сызбаларды сызу. Мысалға отрезкпен көрсете салайын. Мысалы, көрдіңіз бе, тек 90 градуста ғана мен сызба сыза аламын. Егер мен ортаны өшіріп тастайтын болсам, мен кез келген бағытта сыза бере алады екенмін. Қозғай аламын, сыза бере аламын. Мына жақта бізде привязкалар бар, және де біздің градусымыздың қаншалықты керек емесі көрсетілген. Привязка дегеніміз бізде жағындағы конточка. Егер мыналар өшіріп тұратын болса, біз мысалы серединасын таппай қалуымыз мүмкін. Мысалға отрезкпен сызып алдым да, мысалы мынаның серединасын белгілеген бойда ғана көрініп тұр. Егер мен өшіріп тастап, және де осы жерге дәл ортасына бір сызығым келсе, мен таппаймын. Примерно көре алам, бірақ та дәл ортасын таппаймын. Егер де мен мына жерде середина дегенді қосатын болсам, жалпы серединаны қосатын болсам, мен көрдіңіз бе, 3/3 ретінде бірден көріне қалды. Яғни бұл осы сызығымыздың дәл ортасы деген сөз. Яғни бізде бұл функция міндетті түрде әрқашан қосылып тұру керек. Бізге ең маңызды керек функциялармен сіздерді таныстырып жатырмын. Рабочий пространствомыз бізде ақ түске өзгертілді. Енді интерфейспен таныстырып өтейін. Жалпы келесі сабақта біз сіздермен әрбір интерфейстің вкладкасына тоқталатын боламыз. Бізде мына жақта главный деген бар. Главныйда біз жалпы сызбаларымызды осы главныйдағы вкладкадағы барлық функциялармен қолданатын боламыз. Ставка деген бар. Бұл жерде біз басқа форматтағы файлдарды жүктей аламыз. Аннотация деген бар. Бұл жақта біз размерлерімізді, жалпы тексттарымызды өзгерте аламыз. Біз мына функциямен қолданбаймыз. В основном вид деген жер бар. Біз бұл жақта свойство деген вкладканы шығарып қоямыз. Бұл бізге кейін жұмыс жасағанға өте маңызды. Ол үшін сіз жаңағы видтан ішіне кіріп свойствоны таңдасаңыз, сізде міндетті түрде шығады. Кейбіреулеріңізде былай болуы мүмкін, кейбіреулеріңізде былай болуы мүмкін. Оның бір жақ шетінен ұстап, мышка экранның сол жақ бетіне апарып қоя салсаңыз, автоматты түрде зафиксировать етіледі. Управление, вывод, настройка. Жалпы біз сіздермен главный, ставка, аннотациямен ғана жұмыс жасаймыз, және осы видтің ішіндегі свойствомен ғана жұмыс жасайтын боламыз. Және байқасаңыздар, главныйдың ішінде әрқайсының астында тақырыптар жазылған. Рисование, редактирование, бұның ішінде де әртүрлі функциялар бар. Жалпы жаңадан чертеждің бөлім бетін создавать ету үшін сіз мына жерде плюсикке басасыз. Сол кезде сіздің келесі чертежіңіз ашылады, және бұл екеуі бір-біріне байланысты емес. Тағы түсіндіріп өтетін жайт, біз мына жақта модельмен жұмыс жасаймыз, яғни модельный пространствода астына қарасаңыз. Егер листпен жұмыс жасаймын десеңіз, тек листпен ғана жұмыс жасайтын боласыз. Мына жақта листтар создавать етуге болады, 1, 2, 3, 4, 5 деп, немесе модельмен жұмыс жасауға болады. Мен өзім модельмен жұмыс жасайтындықтан сіздерге осы модельный пространствомен қалай жұмыс жасау керек бойынша сабақтарды өткізетін боламын. AutoCAD бағдарламасының жалпы қалай көрінетінін, және де жалпы бізге ең маңызды керек настройкаларын жасап өттік. Келесі сабақта біз сіздермен әрбір вкладкасына тоқталатын боламыз, яғни интерфейсті тереңірек түсінетін боламыз. Келесі сабақта көріскенше үй тапсырмасына өзіңізге керекті настройканы жасап алыңыздар.